Құрметті ата, тағы да айтатыным, бұл мектептің шешімі емес. Біз оған ешқандай не, біз тек қана бізге бұйрық келеді, сол бұйрық бойынша біз жұмыс істейміз. Резервтен көтерілетін бар, кейбір тағы да мектептен шығатын балдар болады тамыз айында. Бос орындар болса, мемлекеттік комиссия тағы да шешім қабылдап. Сіз бал бойынша аламыз ек қой. Жарайды, сіздің құзырыңыздағы сұрақты мен қойып берейін. Былтыр осы мектеп ақылы қанша сынып ашты? Бір сынып ашылған жоқ, әр сыныпқа бір баладан қабылданды. 25 бала артығымен қабылдады. 24 бала бізде бір баладан ақылы, иә? Ақылы бізде 7-9 бала қабылдады. Ақысы қанша? Ақысы жыл сайын өзгереді. Қанша? Былтырғысын айта аласыз? Биыл уже көтерілді, ақылы болса 3 миллион 500 мың. 3 миллион 500? Бір жылға? Бір жылға, иә. 3 миллион 500. Тұра тұрыңыздар, мен бітіреймін, апай. Қараңыз, сонда сіз биыл бір қазақ сыныбы кеміп қалғанды мектепте орын жоқ деп дәлелдеп тұрсыз. Енді сіздің неңіздегі сұрақ қояйын мен. Ал қараңыз, сонда биыл бір атана осы жерде оқысы бар. Звондаса 3,5 миллион төлесеңіз, ақылы бөлімге алам деп тұрсыз. Сонда биыл де сіздердің мектепке қара халықтың баласы 1100-ден бала асып тұрған балаға орын жоқ та, ал 3,5 миллион төлесең, ол балаға орын бар. Сонда осы сұрақты жауап беріңіз. Ата-аналар көбісі, сіз резервтен деп атқан жоқ, балалар ата-аналар өздері не берсе, орын бар ма, жоқ па? 25-ші баламен неге классқа аламыз. Биыл ақылы алам деп тұрсыздар ғой, сонда? Ол да қазір шешіледі, қанша бала болады. Қазір алады деп атқан жоқпыз. 1-ші тамыз айынан бастап, олар мені арыз береді. Енді қарастырылады. Енді бір сұрақ. Қазір біз оны тамыз айында қанша бала болады. Түсінікті, бір сұрақ апай. Ақылы бөлімге жаңағы конкурсқа жіберілген бала болса болды, алына береді ғой, балға қаралмайды ғой. Ақшасы төлесе болды. Болды. Міне бізге керек.